Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, ата-аналар. Бүгін мен сіздерге қосу кестесін және көбейту кестесін балаға оп-оңай жаттатуға арналған жаттықтырғыш карточкалармен таныстырғым келіп отыр. Әрине, қосу кестесі арқылы біз азайтуды да үйренеміз, ал көбейту кестесі арқылы біз бөлуді де үйренеміз. Әр карточкада, әр қорапта, мысалы, қосу карточкалары, қосу амалына дайындалған карточкалар бір қорапта 56 данадан. Әр қорапта да дәл солай. Азайтуда, көбейту, бөлуде де дәл солай 56 данадан карточкалар ламинатталған. Неге десеңіз, егерде бала ұқыпты ұстайтын болса, әр қолданып болғаннан кейін 56 қылып қайтадан салып қойып, солай түгелмен ұстайтын болатын болса, сізге ол басқа балаларыңызға да жарайды. Әрине, оған сыз алмайды, ламинатталғаннан кейін оны жырта алмайды, қатты қалың емес, баланың қолына жұмсақ тиетіндей жұмсақ ламинатталған баланың қолдануына өте ыңғайлы. Енді карточканы қалай пайдаланамыз? Әрине, қолданардан алдын карточканы уақытқа қойып, бірінші баланың деңгейін анықтайсыз. Мысалға, айталық, қосуды алайық. Уақытқа қойып, 1 минутта балаңыз қосу амалдарына қанша дұрыс жауап бере алады. Азайтуды да дәл солай, көбейту, бөлуді де дәл солай. Егерде 2-ші сыныптан жоғары қарай болатын болса, әрине қосу, азайту, көбейту, бөлуге де бала білу керек. Ал МАДТ мен 1-ші сыныптарда әрине қосу және азайтуға. 1 минутта бала қанша жауап береді? 2-шеу жауап береді ме? Яғни 15, 20, 30, 40 жауап береді. Соны уақытқа қойып анықтап аласыз баланың деңгейін. Ол деген сөз, балаға 4 минут күніне уақыт бөлетін болсаңыз, ол демде жаттап алады. Баланың деңгейін анықтап, белгілеп қоясыз. Қосу амалдарынан осынша жауап, 30, 40, не болмаса 10, 15 деген сияқты. Балаға және талап қоя білсеңіз, бала да соған қарай ұмтылып жұмыс жасайды. 1 минутта бүгін 15-20 жауап бере алдың балам, ол өте жақсы көрсеткіш. Ол 5 жауап беру мүмкін, 10 жауап беру мүмкін, бірақ бәрібір сіз оны мақтауға тиіссіз. Балам, бүгін өте жақсы жауап бердің, бірақ ертең мен жұмыстан келем дегенше, және 15 минут, күніне 15 минут карточкаменен сен жұмыс жасайтын болатын болсаң, күнде сенің жылдамдығың артады, және логикаңды да дамыта аламыз. Енді карточкаларды қалай қолданамыз, соны түсіндірейін. Мысалы, мына қосу амалдарына арналған карточка. Қосу амалдарына арналған карточка, байқап тұрсаңыз, міне, қызыл және көк беті. Қызыл бетінде біз, мысалы, МАДТ-да және 1-ші сыныптарда бірінші қосу амалдарын үйретеміз. Неге? Азайтуға қарағанда қосу амалын үйрену балаға кішкене оңайырақ. Ал қосу амалын үйренген кездің өзінде де 10-ға дейінгі сандардың қосындысын және 10-ға дейінгі сандардың құрамын бірінші балам жақсылап меңгеру керек. 10-ға дейінгі сандардың. Әрине, жұмыс барысында біз 10-ға дейінгі сандардың құрамын толық жаттағаннан кейін ғана біз 10-дықтан аттап балаға тапсырма береміз. 10-дыққа дейінгі сандардың құрамын жаттайды. Мына карточкада қызыл түсі арқылы, қарап тұрсаңыз, қызыл түсі арқылы 10-ға дейінгі сандардың құрамын жаттайды. Осы қызыл бетінен одан шығатын қорытынды бірінші қосындының мәнін меңгереді. 10-ға дейінгі сандардың. Одан кейін бірінші қосылғыш және екінші қосылғыш белгісіз болған кезде бала санның құрамын жаттап, қосындылардың мәнін жаттап болғаннан кейін, бала өзі автоматты түрде 4-пен қандай санның қосындысы 10-ға тең болатын бала автоматты түрде өзі жауап бере алады. Қызыл бетін толық меңгеріп болғаннан кейін ғана баламенен осы көк түсіне өтесіз, яғни 10-дықтан аттап. 10-дықтан аттаған кезде де дәл солай қосындының мәнін тауып болғаннан кейін бірінші қосылғышты және екінші қосылғышты бала автоматты түрде өзі ажырата алады. Неге? Ол өйткені сандардың қосындысын, 10-ға дейінгі сандардың құрамын толық меңгеріп болды. Бұл қосу амалдарына байланысты. Азайту амалдарында да дәл солай. Карточкадан қорабынан алатын кезде де ешқандай бұлай алудың қажет жоқ. Бұлай алып, дәл жаңағыдай азайтқыш белгісі болған кезде, қазірше бұл карточканы бермей тұрасыз, тек қана айырманың мәнін жаттайды. Қызыл түстен 10-дықтан аттап,
азайғыш белгісіз болған кезде қалай, азайтқышты қалай табамыз, азайғышты қалай табамыз, және айырманың мәні. Бала үнемі жұмыс жасаған кезде дағдылана түседі. Әрине сіздің мынаның жауабын сіз дұрыс емес екенін қасында отырып балаға және тексеріп мысалы қадағалап отырудың сізге мүлде қажеті жоқ. Бала осылай қарайды, 18 пен 9-ның айырмасы қанша болатынын кішкене қиналады. Бірінші кезде сол себептен мына жерде келесі беттің жоғары жағында жауап тұр. 18 пен 9-ның, мысалы 18 пен 9-ның айырмасының жауабы келесі бетте жоғары жақта тұр. Сол кестесіне жаңағындай түсінікті болды деп ойлаймын. Енді көбейту бөлуді. Көбейту кестені жаттаймыз. Бірінші жаңағы айтып өткенімдей, әрине көбейту кестені де карточкаға қарайды, демек 9 пен мына жерде 7 санның бар екенін автоматты түрде айта алады. Әрине көбейту кестені осы карточка бойынша жаттап болғаннан кейін, одан кейін бөлу карточкасына өте аламыз. Бөлу карточкада да дәл солай. Бірінші сандардың бөлінісін, яғни бөліндінің мәнін табамыз. Бөліндінің мәнін табамыз. Автоматты түрде, яғни бөлгішті табамыз. Мысалы, бөлінгіш белгісіз. Үнемі қайталау арқылы баланың көзі жатталып қалады. Енді бала тілі бал деген емес па? Кейде қосу кестесін жаттай алмай жүрген балаларым кейде айтады. Мен үнемі саусақпен қосатын едім, қазір өзім-ақ шығара салатын болыппын деген сияқты. Жаттай алмай қолменен жаттап жүрген бала орындап. Карточкамен 2-3 рет дағдыланғаннан кейін әрдесен қызығады екен балалар. Қызығып орындайды, демде жаттай қояды. Үнемі саусақпен есептейтін едім, осы кезде мен өзім-ақ орындай салатын болыппын деп өздері қуанып отырады. Көбейту кестесінде де дәл солай. Көбейту кестесін пайдаланған осы карточкаларды көбейту кестесі мен дайындалған балалар көбінесе көбейту кестесін мүлде маған жаттау қиын еді. Жаттаймын, ұмытып қаламын. Қанша қайталасам да ұмытып қалатын едім. Осы карточкалармен мен оңай жаттадым деп өздері оқушыларым көбінесе қуанып отырады. Сол себептен карточкамен жұмыс істеген өте балаларға тиімді екен, оңай жаттайды екен, оңай тәсіл екен. Сол себептен мен сіздермен бөліскім келді. Әрине әр қаладан серіктестік іздейміз. Қазірше біз Жетісай қаласындамыз. Шымкенттен серіктестер бар. Бұйыртса басқа қалалардан әрине серіктестер іздейміз. Қазір видеоның міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Қазір менің оқушыларым осы карточкалар арқылы дайындалып, және қандай дәрежеде 1 минутта, я болмаса қандай жылдамдықпен жауап беріп жатқанын өз көздеріңізбен көретін боласыздар. 56, 90, 49, 9, 10, 76, 36, 18, 64, 40, 48, 54, 10, 54, 25, 10, 1, 10, 64, 7, 9, 9, 64, 1, 49, 6, 7, 5, 5, 2, 9, 8, 8, 81, 15, 4, 9, 11, 6, 5, 8, 18, 7, 12, 11, 11, 6, 15, 8, 18, 7, 12, 12,